майтабандықпен алысқаннан алдын алған дұрыс. Бәріңізге сәлем. Құрметті оқырман, видео басталмас бұрын каналға тіркеліп, қоңыраушаға басып, қазақ арнасының дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Бүгінде балалар арасында майтабандық жиі кездеседі. Майтабандылық табанның сыртқы және ішкі пішінінің өзгеріске ұшырауы салдарынан пайда болатын ауру. Мамандар бұл жайсыздыққа ұшырап, кейін онымен алысып жүруден көрі, оған бала кішкентай кезінен мән беріп алдын алғанның әлдеқайда оңай әрі дұрыс екенін айтады. Аяқтың дұрыс басылуына, жүгіріске шыдауына, майтабандыққа ұшырамауына аяқ киімнің де ерте бастан дұрыс таңдалуы себепкер болады екен. Майтабан ауруының белгілері. Майтабандылық адам бойында сәби-қаз тұрып, алғашқы қадамдарын жасай бастағанда білінеді. Ауруды негізі ортопед дәрігер анықтайды. Ал үй жағдайында анықтаудың ең қарапайым тәсілі баланың табанына майлы жақпамай жағып, оны таза ақ қағазға бастыру. Егер із жайылып түссе, табанында кінәрат бар деген сөз. Аурудың пайда болу себептері. Балада майтабандылықтың болуының бір ғана себебі болуы мүмкін емес. Әдетте, сүйек пен сіңірдің өзгеруіне көптеген факторлар әсер етеді. Мұндай әсер етуші жағымсыз факторлардың ең басында тұқым қуалаушылық тұр. Яғни бұл табан ауруына бейімділік ата-анадан балаға беріледі. Ескеріңіз, ата-ананың бірі майтабан болса, балада да аурудың қалыптасу бейімділігі жоғары болады. Бірақ, бұл деген бала міндетті түрде тура солай ауырады деген сөз емес. Қосымша әсер етуші факторлар ретінде табанға түскен шектен тыс салмақ және спорттың кейбір түрлері болуы мүмкін. Сондай-ақ баланың енді ғана тірек қимыл жүйесі қалыптаса бастаған уақытта шектен тыс артық салмақта болуы немесе ауыр көтеруі. Мысалы, салмағына лайық емес артық жүк, өзінен кейінгі іні қарындастарын көтеру. Туа бітті майтабандылық. Құрсақ ішіндегі даму ауытқуының салдарынан болып жатады. Жалпы алғанда туа бітті майтабандылық өте сирек кездесетін жағдай. Сирек болса да аяқтан, табан жақтан алған жарақаттың кесірінен де майтабан болып жатады. Балетпен тым ұзақ уақыт шұғылдану да табанның жалпақ болуына әкеліп соқтырады. Назар салыңыз. Медицинаның көп жылдық бақылауы нәтижесінде қала тұрғындарына қарағанда ауылда тұратындарда майтабандар сирек кездесетін болып шықты. Бұл ауылда тұратын балалардың көпшілігі жалаң аяқ, кедір-бұдыр жолдармен жүретіндігімен байланысты болса керек. Сондықтан да майтабандылықтың ем шарасы ретінде құм мен қиыршық таста, шөпте немесе беті қотырланып жасалған кілемшелерде жалаң аяқ жүру ұсынылады. Қазіргі қоғамда өркендеп өсудің, техниканың дамуының арқасында балалар арасында қимыл қозғалыс белсенділігінің аздығы да аталған аурумен ауыруға бір табан жақындатады. Сондай-ақ, майтабандылықтың тағы бір себебі дұрыс таңдалмаған аяқ киім болуы мүмкін. Маңызды. Мүмкіндігінше балаға үлкендерінен немесе өзгеден қалған және тар, басы үшкір, табаны жұмсақ, аяқ киімді кигізуден сақ болған жөн. Баланың аяқ дөңесінің дұрыс қалыптасуы үшін аяқ киімнің сапасы өте маңызды. Сірісі қатты, өкшені нық ұстайтын, ішкі бетінде серпімді жұмсақ ұлтарағы болғаны жөн. майтабандылыққа алып келетін және бір себеп дұрыс тамақтанбау.
өзгерістердің анықталатын уақыты. Жоғарыда айтып өткендей, баланың дене бітімінің, соның ішінде табанының қалыптасуын, аяғын басуын туылғаннан бастап қадағалау қажет. Кейбір балалар туылғаннан аяқ пішіндері дұрыс қалыптаспайды. Мұндай өзгерістегі балалар туылған сәттен емделуді қажет етеді. Ал туылғанда бәрі дұрыс болып, келе-келе жүрісі өзгеріске ұшырай бастаған балаларды байқаған сәттен-ақ ортопед дәрігерге көрсету қажет. Маңызды: 4-5 жас аралығындағы балаларда табан дөңестері қалыптасып бітпегендіктен, сырт пішіні мен жүріс-тұрысында өзгеріс байқала қоймайды, әрі табандары көбіне жалпақ болып келеді. Сондықтан да майтабандылықты 5 жастан ары қарай нақты анықтауға болады. Дегенмен, дәрігерлер кейбір белгілерге қарап, аталған мәселені анықтай алады. Сондықтан да 3 немесе 12 ай кезінде балаларға профилактикалық тексеріс белгіленеді. Басқа кездерде 5 жасқа дейінгі аралықтағы бала серуенге шыққанда, ойнағанда, ұзақтау жүргенде немесе жүгіргенде аяқ ауруына шағымданса, дереу дәрігерге көрсеткен дұрыс. Табан дөңесінің толық қалыптасу уақыты 5 жас. Сондықтан соңғы нақты диагнозды осы жаста қоюға болады. Және осы уақыттан бастап түзету үшін ем-шара бастап кетсеңіз, оң нәтиже береді. Ал егер жағдайды кеш байқап, бала 9-10 жасқа келіп қалса, туралау барынша қиынға соғады. Майтабандықты емдеу. Майтабандық негізі 3 кезеңге бөлінеді. Бірінші деңгейлі жалпақ табан 3 ай, екінші деңгейлі жалпақ табан 6 ай ішінде емделеді. Ал үшінші, төртінші деңгейлі майтабандық кезінде ота жасалады. Отадан соң біраз уақыт күтініп жүру керек. Майтабандықтың бірінші кезеңінде адамның табаны ауырады. Сондай-ақ кешкісін табан шаршап, ісінеді. Ал екінші кезеңінде бүкіл аяқтың тізе буындарына дейін ауырып, сырқырайды. Үшінші, төртінші кезеңінің белгілері: бел ауырады, аяқ киіммен жүру қиындайды. Алайда аталған белгілер жалпақ табанға емес, басқа да ауруларға сәйкес келуі мүмкін. Сондықтан үйде емделіп қана қоймай, дәрігерге көрініп қоюдың еш зияны жоқ. Майтабандылықтың алдын алу шаралары. Баланың табаны жалпақ болмасы үшін арнайы жаттығулар жасау қажет. Ең бастысы, бала бұл жаттығуларды ойын ретінде қабылдауы тиіс. Бірінші, арнайы жасалған кедір-бұдыр кішкене допты өкшесінен бастап башпайына дейін жылжытып отыру керек. Екінші, ыңғайлы жуандау шағын таяқша жасап, оны сәбидің өкшесінен бастап жоғары қарай домалату қажет. Үшіншіден, майтабандылықтың алдын алуға арналған массаж дене сипалаудан басталады. Сол қолмен баланың аяғын ұстап, оң қолдың бас бармағымен табанда сегіздік жасау керек. Содан кейін аяқ саусақтарын оңнан солға, солдан оңға және жоғары төмен қимылдату қажет. Төртінші, қолыңыздың ұшымен өкшесін ұрғылаған жөн. Өйткені өкшеде өсіп келе жатқан ағзаның жұмысын жақсартатын нүктелер орналасқан. Бесінші, баланы қолтығынан ұстап тұрғызу керек. Ол әр қадам жасаған сайын екі аяғына кезек күш салуы тиіс. Алтыншы, майтабан болмас үшін ең алдымен аяқ киімді дұрыс таңдау қажет. Арнайы ортопедиялық аяқ киім кигізуге тырысқан жөн. Және ол баланың аяғына шақ болуы тиіс.
Сонымен бірге баланы арнайы маманға жылына 3 рет апарып тұру керек. Достар, видео ұнаған болса лайк басып, каналға тіркеліп пікіріңізді қалдыра отырыңыз. Көңіл бөліп тыңдағаныңызға рахмет. Келесі шығарылым тек сіздер үшін.